Бүгін біз Құранда аты аталған 28 пайғамбардың 8-шісі Исмаил пайғамбар жайлы қызықты ақпараттарды бөлісетін боламыз. Видеоны өткізбей біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, оны басқалармен бөлісіңіздер. Исмаил пайғамбар Ибрахим пайғамбарға 80 жасында берілген ең алғашқы ұлы. Ибрахим пайғамбар Ажар анамыз бен ұлы Исмаилді қазіргі Мекке қаласына тастап кетеді. Арадан уақыт өтіп, олардың ішетін жейтін нәрселер қалмағаннан кейін, Ажар анамыз су іздеп Аллаға дуа жасайды. Сонда Алла Исмаил пайғамбар отырған жерден су атқылап шығады. Сонда Ажар анамыз жүгіріп барып судың жан-жағын қоршап, оған суға қарап тоқта, тоқта деп айтады. Міне зәмзәм деген сөз осы жерден шыққан. Зәмзәм деген сөздің мағынасы тоқта, тоқта деген мағынаға келеді. Ғалымдардың көбісі айтады, егер Ажар анамыз сол кезде зәмзәм суына тоқта, тоқта деп айтпағанда, оған зәмзәм деп айтпағанда, қазір зәмзәм суы жер жүзін басып алатын еді. Алла Тағала берген берекетті қарасаңшы, анау бастан Исмаил пайғамбар бастан ағып келе жатқан зәмзәм әлі күнге шейін жалғасып тоқтамай келе жатыр. Алланың берекеті. Оған жыл сайын қаншама қаржы барады, қаншама умраға, сапарға кісілер барып сол судан алып келеді, қаншама мемлекеттен барады. Бірақ зәмзәм суы таусылар емес, немесе қалар емес. Алланың берекеті, Алланың бір мұғжизасы. Арадан уақыт өте келіп, Ибрахим пайғамбар ұлы Исмаилді көруге келеді, олармен бірге өмір сүреді. Арада Алла Тағала Ибрахим пайғамбарды жалғыз берген ұрпағы Исмаилмен оны үлкен бір сынаққа тартады. Ал келіңіздер, мен бұл сынақтың қалай болғанын, немен болғанын, қаншалықты ауыр болғанын келесі бейнеде сіздерге дайындап қоямын. Ал оны өткізбеу үшін біздің арнаға тіркелуді және лайк басып, оны басқалармен бөлісуді ұмытпаңыз. Және Исмаил пайғамбарға ешқандай да бір одан басқа ауыр сынақ келмейді. Исмаил пайғамбар тікелей пайғамбарымыздың атасы болып есептеледі. Сол Меккеде туылып, Меккеде дағуат етіп, адамдарды дінге шақырып, бір Аллаға шақырып, сол жерде қайтыс болады. Бүгінгі видеоның соңына келдік. Контент ұнаған болса, бұған лайк басып, және де басқалармен бөлісіңіздер. Алла баршамыздан разы болсын. Келесі бейнеде көріскенше сау болыңыздар. Ассаламу алейкум.